Саламатсыздар ма балалар? Отыра қойыңдар. Жақсы, балалар, сабағымызды бастамас бұрын мен сендердің баршаңды ортаға шақырамын. Келе қойыңдар. Ортаға шығайық. Ортаға шығып, мына жерден мына күн шапағындай стикерлерді қолдарына алсаңдар болады. Бұл ала қойыңдар. Біз келгенін ала береміз. Енді бір қатардың бойында тұрайық, немесе дөңгеленіп тұрайық, иә? Дөңгеленіп тұрайық, алдымыз күндер жоқ. Тағы дөңгеленіп тұрайық. Яғни балалар бұлай дөңгеленіп тұрамыз. Бұл балалар бізде күннің шапағы. Яғни бұл күн шапағынан жылулық ал деген. Қазір ойын іспеттес бір-бірімізге бүгін жылулығымыз сыйлап, жақсы тілектер, жақсы ниеттер, жақсы сөздер арнаймыз. Кез келген біреуміз бастайық. Сол шапақты келесі балаға бере отырып, біріңдікін біріңе сыйлай отырып, бір-бірімізге жақсы ниет, жақсы сөздер арнасақ. Асыл бастай ғой? Кез келген адам бастайды. Ажар сен өте әдемісің. Бір-біріңмен ауыстыңдар, иә? Дина, сен өте ақылдысың. Дина, сен өте дарындысың. Дауысымызды қаттырақ шығарайық, иә? Әрдайым барлығына көмектесеміз саған. Айта бер. Сен өте күштісің. Çok Sen Ağustos Aslında ikinci bankası. Biraz senin için sıkıntı rengiyiz. Senin için de sağ olsun. Meri, bugün saat saatiyim. Қаттырақ айтамыз. Sen hep senin için bugündesün. Sabine, Сендер сен шүңгеден көмектесесің. Стала сен өте әдемі және еңбек барасың. Жан-жақты ерекше қалдыр. Anda senin için bugündesün. Аделя, сен ең сүйкімді, ең керемет, ең әдемі қызсың. Ансар, сен өте зерек боласың. Ансар, сен асыл болу. Nasıl oturalım? Жақсы, балалар, енді осы қолдарындағы қағаздың екінші жағын қарасаңдар, онда сандар жазылған, иә? Бірінші, екі, үш деген сандар жазылған. Сол сан бойынша біріншілер бірінші топқа, екіншілер екінші топқа, үшіншілер үшінші топқа жинақтала қояйық. Бірінші мынау. Содан кейін өздеріңнің заттарыңды, бүкіл заттарыңды өздеріңіз тастарыңыз алып кетіңдер. Жинақтап отыра қояйық. Бір мына жерде. Бара ғой. Бір кітаптарын, дәптермен, қағаздарын бәрін алып кетіңдер. Алты қойуымыз керек. Асыл, қайда жинақтап. Енді жақсы балалар. Енді біз алдыңғы сабақта біздің арқалы ақынымыз Қасым Аманжоловтың өмірі жайлы өткен болатынбыз, иә? Ей тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танимысың сен мені, мен қазақтың баласы деп бүкіл дүниеге жар салған осындай өр ақынды біз таныдық деп ойлаймын. Енді сол алдыңғы білімге назар аудар. Қазір сендерге ссылка жіберген, сол ссылка бойынша тапсырма жасап көрейік, қаншалықты біз білдік. Яғни ол тапсырмада балалар сендерге сұрақтарға жауап бересіңдер. Қалай бағаланамыз, яғни сұрақтарға дұрыс әрі жылдам жауап беруіміз керек. Бізде лидерлеріміз бізде балалар. Қазір
ссылкада аштық па? Бірден жауап берейік. Содан кейін лидерларымыздан кітап алғаннан кейін барлығымыз сұрақтарды талқылаймыз, иә? Бастай беріңдер. Жылдан әрі тез, жылдан әрі нақты дұрыс жауап беруіңіз керек. Өткен сабаққа байланысты сұрақтар, иә? Бізде қазір экранымызда лидерлардың тобы шығады. Қазір бізде шыққан. Ол үшін біз мына нәрсе орындауымыз керек. Осы тапсырманы ұлық па? Жақсы, енді осы тапсырманы жалпы сыныппен талқылай отырып, тақтада орындаймын деген бала бар ма? Кім тақтада орындайды? Ал келе ғой, мүтір. Мына жер ала ғой. Экранға дұрыс қарай ғой. Жақсы. Ой, қателескен жақтарымыз бар екен. Енді басқа балалардың, яғни біздің қалған жауап берген балаларды қараса, бірінші орында бізде Аңсар тұр екен. 27 секундта белгілеп, өте жақсы 7 сұрақтың жетеуіне жауап беріп. Абай Ділназ, Жанғали Ділназ, Әнел жауап берген екен, Зейнеп жауап берген екен. Яғни бізде жаңағы жылдан әрі тез жауап берген балаларға қошемет көрсетіп қойып. Жақсы, не қиындық тудырды балалар бізге? Не қиындық тудырды жаңа жауап бермей қалған? Қиындық болған жоқ, тек атты жазуға ұмытып кеттік. Аттарыңызды жазуды ұмытып кеткен екенсіңдер, иә? Жақсы. Ендеше біздің бүгінгі балалар дәптерімізді ашып бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып, бізде Қасым Аманжоловтың өзім туралы өлеңіне, енді өмірінен біраз сұрақтарға жауап берді. Енді өзім туралы өлеңіне композициялық талдау. Тақырыбын жазып қояйық. Яғни балалар, оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары бізде әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы көтерілген ғаламдық мәселелерді терең түсіну. Ал сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың сюжеттік композициялық құрылысын талдау арқылы көтерілген ғаламдық мәселелерді терең түсініп, бүгінгі өмірмен байланыстыру. Яғни бізде өлеңнің сюжеттік композициялық құрылымын талдау арқылы біз көтерілген мәселелерді терең түсіне аламыз, иә, осы сабақтан. Ендеше, бірінші тапсырма берді. Топтық тапсырма, яғни жұпта жұмыс жасап, одан кейін топта бірігіп жұмыс жасаймыз. Бірінші топқа мен шығарманың басталуы мен оқиғалардың байланысын анықтап, мынау постер арқылы топтаймыз. Келесі топ бізде, екінші топта біз шығарманың дамуы мен мына берілген клишелер арқылы шығарманың шиеленісінің табамыз. Яғни өлең жолдары берілген. Келесі бізде шиеленісін жарықтау шешімін осы клишелер арқылы мына жерде өлеңнің барлық шумағы берілген. Осыны мынау постерларға толтыра отырып қорғаймыз. Яғни қалай шиеленісті, қалай шарттар жөнелетті, қалай
Балалар, тапсырмамызға көшпес бұрын жалпы өзі Қасымның өзім туралы өлеңі 104 тармақтан 26 шумақтан тұрады, я? Мен сендерге 8 тармақтан бөліп, 13 бөлікке бөліп, сол 8 тармақты сендерге бөліп бердім. Енді бұларды композициялық құрылымына талдаймыз, я? Бұны талдамас бұрын композициялық құрылымы деген не еді өзі? Сюжеттің композициялық құрылымы? Я? Иә, бөлімдер. Енді біз, яғни осы шығарманың несін жасайтын болдық? Иә, басталу мен байланысын анықтаймыз, иә? Сендер дамы шиеленісін, ал сендер шарықтау шегі мен шешімін соңғысын айта беріңдер. Балалар, бұл тапсырмамыздың бізде бабалау түрдегі өлеңнің сюжеттік композициялық құрылымын талдап, таңдыршаларға сәйкестеп жинақтаймыз, иә? Яғни шығарманың жаңағы оқиған басталуы, байланысы, даму, шиеленісі, шарттау шегі шешімін талдаймыз. Уақытымызды үнемді пайдаланайық, барлық топ мүшелері жұмыс жасауға тырысайық. Жақсы, бірінші топ аяқтаған екен. Ендеше қалғанымыз балалар назар аударайық. Өйткені шығарманың бастан аяқ құрылымын түсініп қояйық. Ал. Жақсы болды қалғандар. Өзім туралы өлеңі ең басының шығарманың басталуы Қасым Аманжоловтың өзіне өзі таныстыруымен басталады. Яғни ол Аманжол Рахымжанның Қасыммын деп басталып, өзінің тектілігін және әкесінің атымен өзінің тегін айтып, өзін таныстыруымен шығарма басталады, өлең басталады. Аманжол Рахымжанның Қасыммын, мен қалған бір атаның ғасырымын, біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылымын. Жақсы. Келесі жалпы өлең Қасым Аманжоловтың өзін таныстырумен басталады да, әрі қарай оның болашаққа болжамы, үміт пен өкініш және ұрпаққа аманаты туралы айтылады. Онда ол сен неткен бақытты едің келер ұрпақ, ізіңді табарсыңдар әзер іздеп, оқысың сонда мүмкін бұл жырымды, досың да туысың да біздер іздеп. Қасым Аманжолов өзінің өлеңі арқылы өзі қысқа өмір сүргенімен, оның аты әрі қарай қалмағанымен өзінің өлеңінің өлместігін қалайды және дүниеге келер әлі қалай Қасым деп, әрі қарай тағы өлең жалғастыратын, тағы да қаншама ақындар келеді деп, және келер ұрпақ барлық өлеңнің бойын талдап кетіп жатсың мөлдір. Бұл жерде сендер өздеріңе берілген бөліктерін ғана талдау керек. Соның үміт пен өкініші сол өлеңді жалғастыру ұрпақтың және өлеңнің өлместігін қалайды. Өлеңнің өлместігін қалайды. Ал ұрпаққа аманат деп алған бөліктерінде келер ұрпаққа деген сенімі және Қасым Аманжоловтың жалғастырмай кеткен өлеңдерінің адамның аты өзі өлсе де аты қаты өшпейді дейді. Сондықтан Қасым Аманжолов осылай өзінің атын өшпесіндей ұрпақтарына аманат етіп осылай қалдырған және ұрпақтарына сенген. Жақсы, балалар. Отыра қойыңдар, келесі топ бізде шығарманың дамуы мен шиеленісі. Қасым өзінің өткінші өмірі туралы айтады. Адамзат сапардан иманымыз бір мезет жер бетіне кетер соғып деген шектенді. Қасым өмірді әркім адам кететін, яғни бір мезетте әрбір адам жоқ болып кетпейтін және өмірдің бақыты мәңгілік емес екенін айтады. Яғни өмір өткінші деп айтады. Одан кейін өмірінің өлеңмен байланыстырады. Барым да бақытым да осы өлеңнің, жақыннан жүрегімнің төсілгенім, өмірге келгенім жоқ болса
басқан нұсқа, мен қайтып нұсқа жасап нұсқа өлеңін. Өзінің барша өлеңмен байланыстырады. Яғни өлеңсіз өмір жоқ екен және өткен өмірін өлеңге қосып айтады. Жарайды. Жақсы, әрі қарай. Ол дамуында келесі тармағында дамуының өрнекті сөзбен байланыстырады. Оны осы жылдар арқылы білеміз. Гүрілдеп жалын атқан кеудем көріп, су соған құлашымды еркін керіп, суарып шынақтарым күйге малып, болсын деп әр әдемі әрі берік деп, ол өзінің өлеңінің өрнекті сөздерімен байланыстырып өтеді. Жалпы біз шығарма барысында Қасымды әртүрлі жақтарынан көре аламыз. Бұл Ерке Қасым бөлімінде біз оның халықтың махаббатында өскендігін, әлпештегендігін, қағыл соғыл көрмегендігін және жалпы ерке болғандығын байқай аламыз. Оны бұл жолдардан анық көре аламыз. Үй жерден ерке болам, Қасым едім, бұлқына тасып едім, басып едім. Жүзім жаз, көңілім көктем, кеңпен еді, жақсының жүрегіне ғашық едім. Жалпы өзім туралы өлеңнің даму бөлігінде біз Қасымның әртүрлі құндылық қасиеттерін ашып көре аламыз. Соның бірі ол Қасымның жомарттығы. Біз бұны өлеңнің мына тұстардан біле аламыз. Аяған жүрегім жоқ жолдасынан, сый көрді небір сарай мол Қасымнан, жолдастың жүзін қайта алдым жинап, айырылсам арам көрім ол тосымнан. Жақсы. Және осы даму барысында біз Қасымның жомарт ерке емес екенін және оның дара Қасым болғанын, ол ешкімге ұқсамайтын өзінің жеке бірге, жомарт ерке Қасымнан да тағы оның дара Қасым екенін көре аламыз. Оның Қасымын сол баяғы бір Қасымын, бақытын ойламайтын құрбасының қанатын қағып жылдар, келер жылдар, бәрінде қарсы аламын ән күйімен. Яғни оның қанша жылдар өтіп, қанша уақыт өтсе де, өзінің ешқашан өзгермейтіндігін және өзінің өлеңнен ажырамайтындығын да айтқан. Және ол ешқашан өмірдегі байлықтарға қызықпаған ол өзінің өлеңдерімен өмір сүрген. Жақсы. Жақсы балдар, енді жұмыстарыңды тақтаға іле қойыңдар. Бізде келесі шегенсің. Бұл жерде қалай шиеленшісі шығарма соны? Бірінші оқып шықсам. Торқадай жамылып ап топырағым, жатармын өз жерімде бір төпешім. Дариға, о дариға, шіркін дәурен басынан таярмасын бір күнді дәуір. Яғни бұл жерде Қасым еш нәрсенің мәңгі емес екенін, және бір күннің оның дәуірі бітетінін, және өзінің жаңағы еш нәрсенің мәңгі емес екенін. Жалпы Қасым Аманжолов өзінің бұл өлеңінде шарықтау шегінде өмірінің соңы жайлы айтып кеткен болатын. Өзінің бір сөзінде Қасым Аманжолов айтады, әрбір екінші адам бұл дүниеден өтеді деген сөз. Яғни әрбір адамның бұл өмірде ажалға шығуы заңдылық. Сол арқылы біз бұл тарауды жаралы жүрек деп алдық. Неге? Себебі ол Қасым Аманжоловтың жаралы жүрегі. Оның орындалмай кеткен армандары, жете алмай кеткен мақсат-мұраттарын қарастыруға болады. Ол өзінің үш арманында біріншісінде қазақтың Евгения Онегинін жазуға және Абайдан асқан тұлға болуын қалаған болатын. Алайда өмірінің соңында ол ауыр дертке шалдығады. Сосын ауыр дертке шалдыққан соң өзінің өмір соңына жеткенін ол түсінгеннен кейін онымен соған келісуге, бас ұруға мәжбүр болады. Міне, тоқтамас өмірімнің сағатында жүрегім енді қанша соғар тынбай. Тоқтарма ақтық рет бір талпынып, мерт болған балапанның қанатында дейді. Яғни енді әрі қарай ұша алмайтынын ол түсінеді де, осының өмір жолына, өлең жолына жазған болады. Данышпандық бар, сол бір өзінің өмірінің ұзаққа бармайтындығын біліп тұрғанда, осындай бір данышпандық қасиеті бар сияқты көрінеді. Жақсы, өте жақсы Асанат, өзінің алдыңғы сабақтардың өз біліміне де қосып байланыстырып жатыр екен. Яғни сізде шарықтау шегі мен шешімі бір-бірімен тығыз байланысқан.
яғни шешімінде Қасым өлең мәңгілік екенін айтып кетеді. Қасымның өзі ауруға шалдығып дерт болса да, оның өлеңі ешқашан өлмейтіндігін жеткізген. Қасымнан кейін дүниеге келген ақындар ішінде оған бас имеген, тағзым етпеген ешқайсысы жоқ. Өлемін деп емес, ұқсата алмай келемін деп өкінетін ақын өзімен бірге өлмесін өлеңім деп күніне 100 ойланып мың толғанады. Себебі ақынның бары да, бақыты да осы өлеңі болған. Қазір болашақ өскелең ұрпаққа келетін болсақ, дүниеге келер әлі талай Қасым, оларда бұл Қасымды бір байқасын деген өлең жолдарынан да біз болашақ қазіргі балаларға деген айтқан сөздерін байқай аламыз. Қазіргі күні әлі талай Қасым дүниеге келетіндігін осы Қасым өлең жолдарымен жеткізген. Қасым өлеңін оқи отырып, бүгінгі күнде өскелең ұрпақ одан үлгі алып, ақын болуда, Қасым өлеңдерін жаттап, олардан шабыт алуда. Тіпті осы Қасымның өлеңдері туралы көптеген біздің көрнекті ақындарымыз да өзінің өлең жолдарын арнаған болады. Өлең жолдарының бірінде ол қазақтың мұзбалақ ақыны Мұқағали Мақатаевты айтып кетуге болады. Ол Қасым Аманжолов туралы есіңдер-ау, Қасымның несі басым, Қасым солай болмаса несі басым. Ақынмын деп өкіреңдеп жүргендердің әмесінен Қасымның несі басым деген болатын. Яғни және де дейсіңдер-ау, Қасымның несі басым, ән жырға аяқ басқан адамдарға сөредегі Қасым есіне алсын деген еді. Яғни ол қазақтың поэзиясының шыңы болып тұрған Мұқағали Мақатаевтың өзі Қасым Аманжоловты бастаған. Яғни Қасым Аманжолов 19 ғасырдағы Махамбет пен Абайды және 21 ғасыр ақындарын жалғаған бір көпір ретінде қарастыруға болады. Қазіргі ұрпақ содан үлгі алып, оның өлеңдерін оқып, тіпті қазіргі жастардың өзі Қасым Аманжоловтың өлеңдерін Қасымның өзінен артық жатқа біледі деуге болады. Әрқайсысы Қасымның өлеңін жатқа біледі, одан шабыт алып, ақындық қасиетін дамытады. Жақсы, сен өзің осындай мәнерлеп оқу сайыстарына қатысып жүрген оқушы ретінде осы Қасымның өлеңдерінің өлмейтіндігіне және жаңағы жатқа білетіндігіне нені дәлелге келтіруге болады? Қасым оқуларын айтуға. Қасым оқуларын айтуға болады. Ол жерде Қасымның біздің өзіміздің де 77 өлеңін оқитын оқушымыз бар арамызда, одан Қасымның өлең жаттайтын осы қалада қаншама бүкіл республика көлемінде қаншама оқушыны сол оқуда өзімізбен көргендіктен оны дәлел ретінде сыналамыз. Жақсы балалар, бірінші жазған өлеңіммен соңғы жазған өлеңімді көретін болсаңдар, менің бар өмірімді содан көресіңдер деген. Сол сияқты Қасымның да осы өзім туралы өлеңінің басын бастағаннан кәдімгі негізі көбінесе өлеңдерде сюжет болмайды. Ондағы біз сюжеттік құрылымына талдап тұрғандықтан, яғни бұл сюжетті өлең болып тұр, сюжеті бар. Яғни шығармада ақын өмірінің бастауы, өзін таныстыруы, жаңа өздерің айтып отырғандай әрі қарай тізбектеліп кете береді. Өрнекті сөзі, оның өзінің қандай болғандығы, жомарт екендігі, дара Қасым екендігі, және оның ерке болған, ерке бұлан Қасымын деп, ең соңын ол өзінің түйінімен, яғни өлеңінің өлмейтіндігін біліп, менің отты жырларым келешекке мәңгі барады деп, өлеңнің мәңгілік екендігін, өмір өткінші болғанмен өлең өткінші емес екендігін көрсетті. Жақсы балалар, енді келесі бізде жаңағы дәлелдеп өттік. Қасымның бір хоббиі болды, балалар, өзінің өлеңдеріне ән шығару және оны домбырада ойнау. Енді бүгінгі күнде мына жерде Ерлан Рысқали ағаларымыздың дәстүрлі сондай шебер әншіміздің осы Қасымның өлеңін орындаған тыңдап көрейік. Содан кейін жұмысымызды жалғастырамыз. Şalalar kansız dayında
қандай әсер алдыңдар? Қандай әсер алдың? Иә. Біз былай кітаптан оқи салғанда қатты сезінбейтін сияқтымызша өлеңді. Ал домбыра үнімен естігенде ерекше әсер береді. Өйткені бұл өлең дәл бізге арналғанын тыңдай отырып, соны көре отырып, Қасым Аманжоловтың бұрынғы суреттерін қарай отырып, ерекше шабыт алдым. Ерекше шабыт алдым дейді. Жақсы, тағы да қандай әсер алды? Неге таң қалдыңдар? Не сынады? Иә, Ажат, жақсы қазалды. Қазақтың дауылпаз ақыны Қасым Аманжолов өзінің осылай шынында біз кітаптан жай оқи салғанмен біз домбыраның негізіне айтады ғой, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра, сондықтан домбыраның үнімен естілген әрбір әуен құлаққа барлық бүкіл жан дүниемізге өте ерекше және сондай бір түршіндік бізді осылай түршіктір, денең түршіктір. бір сілкіндірді деп айтсам болады. Яғни осы өлеңде ақынның толғанысын көре алдық па? Алмас, жаңағы сендер алдап берген сол толғанысты осы ән арқылы жеткізе алды ма ақынның әнмен? Әнмен жалпы жеткізе алды. Және де біз осы күй арқылы біз Қасымның домбыраға деген махаббатын оның сүзбешін байқаймыз, және де қанша ақындық өнер болғанмен ол өзінің ұлттық өнерін ұмытпағанын байқаймыз. Өте жақсы, өзінің ұлттық өнерін ұмытпағанын байқаймыз дейді. Жақсы, енді осы жерде бір түйіндейікші балалар. Қасымды айтып жатырмыз де, сонымен кім деп таныдық Қасымды? Біз тани алдық па толық? Жалпы кітапта бізде Қасым Қызыларай деген жерде дүниеге келді деп жазылған, иә? Мен алдыңғы сабақта айтқан болатынмын. Қасым қай жерде дүниеге келді? Иә? Мен өзім Қасым Аманжоловтың туған ауылының тұрғынымын. Сол жақтан боламын. Қасым Аманжолов негізі Қызыларай жерінде емес, ол Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Сараболот деген ауылдың ар жағында Қызылкөшен деген ауыл бар, тау бар. Сол жерде туып өскен. Және қазіргі таңда сол Қызылкөшен деген жерде Қасымға арналған құдық бар. Біз ол жерге әр жыл сайын адамдар барып, жаңағы құдықты тазалап, жөндеу жұмыстарын жасап тұрады. Жақсы. Қасымның 100 жылдығы балар, 110 жылдығы тойланған болатын, иә? Сол жерде мысалы, ғалым Жайлыбай ағаларымыз сол Қасым құдығының қасына барып, оны жөндеп, яғни Қасымды ұмытпай жүрген келешек өзі айтқандай дүниеге келіп жатқан талай Қасымдар оның ұмытпай жатыр екен. Жақсы. Енді қазір балалар, сендердің алдарында суретпен өлең беріледі. Яғни сендер осы суретпен өлең жолдарын байланыстырасыңдар. Суретпен өлең жолдарын байланыстырасыңдар, және оны ғаламдық мәселесін анықтаймыз осы жерден, және оны өз пікірлерімен дәлелдейтін боламыз. Жақсы, суретке мұқият қарайық. Яғни мына жерде өлең жолы ақынның, мына жерде мына сурет. Осы екеуі бір-бірімен қалай байланыс, осы екеуін не байланыстырып тұр? Біреуміз оқып шығайықшы, әдемілеп осы өлеңді. Жақсы, әнел оқиғы. Сондықтан апкел бері домбырамды, кеудеме күй қанатты қондыранды. Берейін өмірімнен білең жасап, шашайын мұңды солды сол мұрамды. Дүниеге келер әлі талай қасым, оларда бұл Қасымды бір байқасын. Өртке тиген дауылдай өлеңімді, Қасымның өзі емес деп кім айтасын. Өте жақсы, кішкене қошеметке көңіліңізді деп қояқшы. Әдемі, иә? Радылов айтқан ғой балалар, қазақ сөйлеп тұрса, ол ән салып тұрған сияқты деп. Яғни біздің өлең оқуымыз бір әуез бір келіп тұрады. Жақсы, ал кім байланыстырады? Басқа балалар бар ма? Ал білдір. Қасым Аманжолов өзі туралы өлеңінде өзінің өмірі қысқа болғанымен өлеңнің өшпейтіндігін, мәңгілік қалатындығын айтқан, және онда домбыра туралы да айтылған. Онда мысалы Димаш Құдайбергенұлы домбыра тартып әлемге көрсеткен біздің ұлттық аспабымызды, және
домбыра мен өлеңнің байланысы мен ойымша былай байланыстыруға болады. Қай адам тарта бергенмен домбыраны, күйлер бізде мәңгілік қала береді. Күйлер ол сол кездегі ақындардың шығарған өздерінің көңіл күйлерін бәрін көрсетеді да, адам бізде ұрпақтар ауыса береді, ал домбыра бізде өзгермейді, ол мәңгілікке қалады және күйлердің бәрі сақталып қалады. Домбыраның шыққан үнінен шыққан күйлер мәңгілік қалады екен. Ал жақсы адыр айтқысы келіп тұр екен. Қасым Аманжолов өзінің өлеңінде дүниеге келер әлі талай қасым, оларда бұл қасымды талай бір байқасын деп айтады. Және бұл суретпен байланысын айтатын болсақ, Димаш Құдайберген осы қасымнан кейінгі бір дүниеге әлі келер талай қасым деген осы бір Димаш жақсы бейне бола алады деп ойлаймын. Өйткені Димаш қаншама домбыраны осы қолға алып, барлық елге қазақтың атын, қазақ домбыра деген бір зат деп білеміз. Сол затты бүкіл әлемге паш етіп жүрген осы қазіргі 21 ғасырдың Қасымның жалғасын қуып келе жатыр деп те айта аламыз. Ол немен жалғастырып келе жатыр? Мысалы, ол Қасым өлең шығарып, жаңағы жырымен ғой, ал Димаш ше? Димаш өзінің қазіргі өлеңдерімен және өзінің ерекше даусымен жаңағы домбырасымен әлемге осылай танылды. Димаш Құдайберген әрқашанда қазақтың ұлттық киімдері шапанмен, домбыраны қолға ұстап шығады. Жаңа айтты ғой, дүниеге келер әлі талай қасым деп, расымен Қасым Аманжолов осы Димашты меңзеп. Мына жолдан немен байланыстыруға қараңыз, алып кел бер домбыраны деп жарайды. Домбыра біздің ұлттық құндылығымыз, бізді домбыраны көрсе, кез келген адам жаңағы қазақпен ел сияқты дейді, қазақты таниды дейді. Кеудеме күй қанатты қондыр әнді дейді. Бұл жолымен нені байланыстыруға болады? Қазақ әрқашан домбыраның үнін естісе, олар қазақ әрқашан да елжіреп, домбыраның үні басқа музыкаларға қарағанда қазаққа ыстық. Кез келген адамды селт еткізбей тұрмай, және кімнің кеудесіне, ақынның кеудесіне, Қасымның кеудесіне жыр ұяласа, бұның бізде Димаштың кеудесіне ән ұясалған. Жақсы, қалай дәріптей алады екенбіз сонда біз? Яғни біздің сабағымыздың мақсатына қарай ғаламдық мәселемен қалай байланыстырады екенбіз сонда? Яғни біз өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз ғана арқылы ғана бүкіл әлемге өзімізді таныта алады екенбіз. Сондықтан біз тамырымызды тереңге жаюымыз керек. Яғни Қасым айтқандай, біздің оның кез келген ақынның өзінен бұрын сөзі келешек ұрпаққа мәңгілікке қалады екен. Жақсы, енді жаңа айтып жатырмыз, дүниеге талай келер әлі талай қасым деп жатырмыз. Қаншама әлі, жаңа өздерің айтқандай, қазір кімдерді білесіңдер? Тағы қандай мықты ақындарды білесіңдер? Болашақта да осы Димаштың өлеңдері мысалы келешек ұрпаққа да үлкен үлгі болып қалады ғой. Мысалға қазіргі кезде Димаш біздің ғасырымызда өмір сүріп жатыр, ал біз Қасымды өзімізге үлгі тұтамыз. Келешек ұрпақ осы Димашты үлгі тұтады. Осы Димаштың жаңағы әндерін тыңдап, осы домбыраны, қазақтың ұлттық құндылықтарын байқап, содан шабыттанады екен. Қасымды бір түнді Қасым абайын, яғни одан кейін біздер қазір бізбен құралпастардың бәрі Мұқағалиды өзімізге алдымызға сала танып, сол кісілердің өлеңдерін жаттап, солардың кітабын жастанып жаттық. Сондықтан кез келген қазақ әйтеуір бір шумақ өлең шығармай тұрмайды. Сондықтан мен сендерге арналған бір шумақ өлеңімді оқып берейін. Мен сенемін ертеңіме, құрылмайды болашақ ертегіге. Шәкіртіме бүгінгі қарап тұрып, ұстаздықтың көз тартам желкеніне. Әдебиетті өнер деп білдемекпін, әдебиетті өмір деп сүйдемекпін. Өмір күрес, қарап жүрейінші, сөз құдірет жөнімен сөйлеу білу, жаратқаннан берілгенсі демекпін. Бір Алладан келеді несібенің, бұйыртқанын бөліп жеп өсіп едім. Енді өзім де ізімнен ергендерді адамдықтан аттатпай өсіремін. Сабаққа өте жақсы қатысып отырсыңдар. Енді сабаққа келіп байланыс жасап жіберейік. Яғни бүгінгі сабақтың өн бойында сендерге не қиын болды, не қызық болды, және не құнды болды. Осы
сұрақтардың жауабын сендердің телефондарыңа мен сілтеме жіберген болатынмын. Сол сілтеме арқылы қазір сол сілтеме арқылы жамбыл тақтасында орындай қояды. Иә балалар? Дұрыстап жазуға тырысады. Яғни өздерінің беру байланыстарында мына жерден стикер алып, сол стикерге жазсаңдар болады. Не әсер еткендігін, қандай дүние құнды болғандығын жаза қояйық. Ойымды дұрыс жеткізе алмауым болды дейді. Қызығы Қасым Аманжоловтың өз тұр өлеңінің домбырамен айтылуы қызық болды дейді. Тоу, қайсысын жазып отыр? Алшы. Бүгінгі сабақ өте жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Қасым Аманжолов туралы білімімізді әрі қарай толықтырдық. Ұлттық құндылықтарымызды еске түсірдік. Яғни, осындай сабақ өткізген оқылмай тұр екен әрі қарай. Жақсы балалар, әрі қарай өзім оқып алармын. Сабақ жалпы көңілдерінен шыққан сияқты. Сабақ өзінің мақсатына жетті деп ойлаймын. Себебі біз өлеңді композициялық құрылысына толық талдай алдық. Жаңағы әлемдік мәселелермен, ғаламдық мәселелермен байланыстыра алдық. Енді үйге тапсырма жазып алайық. Үйге тапсырма жазылған. Жазамыз. Оқырман сыны тапсырмасы, яғни Абай, жаңа атап өттік қой, біраз ұлы ақындарымыздың есімін атап өттік. Абай, Мағжан, Қасым өлеңдеріндегі енді үндестік қандай болды? Бұдан басқа да өлеңдермен салыстырып талдаймыз, яғни Абайдың осын алуға болады, немесе басқа өлеңінде алуға болады. Өлсем мұрның қара жер сыз болмай ма? Мағжан Жұмабаевтың жан сөзі, яғни ақынның өзі ішкі күйін білдіретін. Және осы Қасымның осы өзін туралы өлеңісі. Осы өлеңі, осы үш ақынның өлеңін салыстырып, әдеби сын жазамыз. Тапсырма түсінікті ма? Жақсы белсене қатысқан оқушыларға бағаларын қоямын. Бірінші үй тапсырмасы бойынша жасалған жұмыстарымды жаңағы ортол арқылы анықтадық, иә? Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыз.